Сәлеметсіздер ме оқушылар, әдебиет оқу сабағын бастаймыз. Екінші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы мен Қазақстан азаматымын. Сабақтың мақсаты шығармашылық жұмыс жасап үйренемін, оқу түрлерін қолданамын. Кел сөйлесейік. Бірінші тапсырма, тірек сөздерді пайдаланып, өзің туралы сынып алдында айтып бер. Мен, мысалы, туған жылым, мен 2013 жылы Алматы облысында дүниеге келдім. Мен спортқа қызығушылығым өте жоғары. Мен өскенде әлемге танымал спортшы болып келеді. Деп сияқты жалғастырып жазамыз. Өтебай Қанахин 1923 жылы Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Тәуіп ауылында дүниеге келген. Жазушының көл жағасында, Атақоныс, Бақыт бәйшешегі, Маздақ, Дәмелі атты кітаптары жарық көрген. Түсініп оқы туған жер. Сен әуелі анаңның ақ сүтінен нәр алып, бесікте құндақтаулы жаттың. Сөйтіп жатып, өлдейтінді шығардың. Сосын отыруды үйрендің. Тұруға да шаман келе бастады. Алақай, міне, тәй-тәй басып жүріпті кеттің. Сонда сен алғаш рет табаныңа мамықтай тиген туған жердің қасиетті де құнарлы топырағын бастың. Келер жылы ақ таяқты ат қып мініп шапқылай жөнелдің. Сол таяқ та сен туған жердің талынан кесіліп алынған болатын. Ағаларыңа немесе ауылыңдағы ересек балаларға еріп, қармақ салмақ боп өзенге бардың. Ол өзен де туған жердің төсінде ағады. Ондағы ақ сазан, ақ балық, алабұға, шортан, тағы да басқа балықтар туған жердің ризығы. Жазда жағалай ауыл қонған көлге барып, талай-талай рақаттана шомылған боларсың. Ол көл де балақай біліп қой, туған жердің нәрі. Сонда шалқар судың айдынында жұбын жазбай жүзіп жүрген кербес аққуларға көзің түскен болар. Құс төресі сол аққулар да өзің өскен өлкенің көркі, қаз, үйрек, қасқалдақ, басқа да су құстарының неше түрін көрдің сол көлдің жағасынан. Бұлар да сен туған жерді мекен етеді, өсіп өнеді, өркен жаяды. Ұлан байтақ қазақ даласын түз тағысы киік, таутеке, арқар, аю, барыс, қабылан сияқты жабайы аңдар да қоныс етеді. Туған жеріміз Қазақстанда суы телегей теңізде ұшар, басын мәңгі қар басқан зеңгір тау да, көкпеңбек боп бой түзеген орман тоғай да баршылық. Сайып келгенде әрбір адам үшін туған жерден қадірлі қымбат ештеңе жоқ. Өйткені сен ең алғаш жарық дүниеге келген сәтіңнен бастап, осы өлке саған алтын бесік, атамекен болып саналады. Сенің ғана емес, сенің әкең мен шешеңе, сенен кейінгілерге де қадірлі қоныс боп қала бермек. Сондықтан туған жерді сырт жаудан қорғап қалу, соған күнілгері дайын тұру парыз. Түсіндірме сөздік, құндақ дегеніміз сәбиді жаялыққа ораған бөлеуі, жөргек, ризық дегеніміз бұйырған нәсіп ырыс. Сайып келгенде, нақты айтқанда деген мағынада қолданылған. Екінші тапсырма, адамның өмірі туған жермен қалай байланысты? Адам өмірі туған жермен тығыз байланысты. Адамның алғаш рет басқан жері, асыр салып ойнаған өлкесі, тұратын үйі, ауыл аймағы, туған жері. Үшінші тапсырма, туған жердің көркіне байлығын не жатады? Оған өзен, көл, тауы, жазық дала, кең алқап, өсіп тұрған өсімдік, жан-жануарлар, құстар, туған жерді мекендейтін тіршілік иелері жатады. Төртінші тапсырма, мәтіннің үшінші абзасын іштей қайталап оқып, өзің тұрған жермен салыстырып айт. Менің туған жерім Қазақстан ауылы, ауылым таудың етегінде орналасқан, жазда суға шомыламыз, ал қыста шана тебеміз. Туған жерімде түрлі өсімдік өседі, әртүрлі жануарлар мекендейді. Өз өлкемнің әр таудасы, топырағы мен үшін өте қымбат. Бесінші тапсырма, ізден. Мәтіннен отан сөзбен мәндес сөздер іздеңдер.
туған дәлелде мәтіннен үзінді. Туған жеріміз Қазақстанда суы телеге теңіз де ұшар басын мәңгі қар басқан, зеңгір тау да көкпеңбек боп бой түзеген орман тоғай да баршылық. Автордың пікірін мысалдар келтіріп дәлелде. Иә, Қазақстанда Арал теңізі, Каспий теңізі, Балқаш көлі, Зайсан көлі, Жетісу Алатауы, Бұқпа тауы, Алтай таулары, Баянауыл ұлттық бағы, Ертіс маңындағы Тоспалы тоғай бар. Туған жер, ауыл өскен өлке, Ұлан-Байтақ, Қазақ даласы, алтын бесік атамекен, Қазақстан, қадірлі қоныс, мәнді сөздер. 6-шы тапсырма, өзгертіп оқы. Мәтіннің екінші және соңғы абзацын үлгідегідей өзгертіп оқы. Сен екі шекең торсықтай болып жарық дүниеге келдің, ата-ананың қуанышында шек жоқ. Мен екі шекем торсықтай болып дүниеге келдім, ата-анамның қуанышында шек жоқ. Ол екі шекесі торсықтай болып дүниеге келді, ата-анасының қуанышында шек жоқ. Түсіндір, азаматтық парыз міндет туралы соңғы абзац оқып түсінгеніңді әңгімеле. Қазақстан Республикасын қорғау оның әрбір азаматының парызы және міндеті. Бұл Қазақстан Республикасының Конституциясының 36 бабынан алынған. Азаматтық парыз әр елдің азаматы орындау керек міндет. Біздің басты парызымыз елімізді қорғау, себебі одан бізге алтын қоныс, атамекен. Еліміз аман болса, біз де аман боламыз. 8-ші тапсырма, өзің тұрған жерді сипаттап, біздің ауылға, қалаға келіңдер деген тақырыпта жарнама жасаңдар. Біздің ауылға келіңдер. Біздің ауылымыз әр адамға құтты мекен. Іздегеніңнің ауылдан табасын. Тамаша табиғат, таза ауа, құртмай қымыз бәрі сен үшін. Сені күтеміз. Ауылға сапар шегіп демалып мұқай. Үй жұмысы, сен өз ауылың немесе қалаң туралы білесің бе? деген тақырыпта викториналық сұрақтар дайындап жаз. Сен өз қалаң туралы білесің бе? Қаламызға неше жыл толды? Қаламызда қандай саябақтар бар? Қаламыздағы ең ұзын көше қалай аталады? Қаламыздың әкімі кім? Сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.